Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен қуырдақ дайындайтын боламын. Менде бұл жерде жылқы еті. Етімізді орташа қылып, қатты үлкен қылмай турап аламыз. Және де аз ғана, өте кішкентай мөлшерде бүйрек пен жүрек бар. Бүйрек пен жүректі турап бөлек алып қоямын. Етімізді бөлек турайтын боламын. Және менде іш майы мұнда, жылқының өзінің іш майы. Ең алдымен қазанымызды отқа қыздырып, қызып тұрған қазанға бірінші іш майды салып, өзінің майы шыққанша жақсылап қуырып аламын, шыжғырып аламын. Өзінің майы шығып, жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап іш майымыздың майы шықты. Енді етті саламын үстіне. Және де жарты сағатқа жуық жақсылап қуырамын. Біздің отбасымызда адам аз болғандықтан мен осылай шағын жасап жатырмын. Міне осылай араластырып тұрамыз, арасында жақсылап тұрып қуырамыз. Біз 20 минуттай қуырылғаннан кейін мен пиязын саламын. Тұзды ең алғашында қоспаймыз, осылай 20 минуттай қуырылады ғой етіміз. Содан кейін барып дәміне қарай тұзын саламын, және де осы кезде пиязын саламын. Пиязын салдым. Содан кейін пиязды салған уақытта жаңағы жүрегіміз бен кішкене бүйрегіміз бар дедім. Соны салып жібереміз. Саламыз да және тағы да 10-15 минут қуырамыз. Міне бізде барлығы жақсылап қуырылды. Кішкене осылай 10-15 минуттай бұқтырамыз. 10-15 минут бұқтырылғаннан кейін қайтадан қақпағын ашып, суы тартылғанша осылай тағы да қуырамыз. Ол уақытта уже картоптарын дайындап қойдым міне. Менде балалар осы қуырдақтың картопын жақсы көреді, сол себепті кішкене 1 килограммнан аса картоп салдым. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып тастаймыз. Картоп піскенше араластырмаймыз. Араластырсақ, картопымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Енді осылай ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Өзінің астында суы және кішкене майы бар. Өте дәмді, сол майында алып қуырдақтың үстіне міндетті түрде құямыз. Қуырдақтарыңыз сол кезде құрғақ емес, сондай керемет, өте дәмді болады. Міндетті түрде осылай түбінде қалған майын үстінен құйып жіберіңіздер. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша көк пияз немесе осындай пияз үстінен сеуіп ұсынсаңыздар болады. Біз жақсы көреміз осындай пиязбен жегенді. Көк пияз болмай қалды, сол себепті мен кішкене сәл ғана укроп салдым. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесіде менің арнамда кездескенше сау болыңыздар.